Сіз білесіз бе, өміріңіз қашан шын мәнінде жарқын, молшылыққа толы әрі мәнді бола бастайды. Бұл мансапта биік деңгейге жеткенде емес, тұрмысқа шыққанда емес, арықтағанда, салмақ қосқанда емес, миллион оқырман жинағанда емес. Өміріңіз дәл сіз бір шешім қабылдаған сәттен басталады. Енді ешкімнің пікірі сіздің өміріңізді басқара алмайды. Өзіңізді біртіндеп өзгелердің сөзіне тәуелсіз болуға үйретіңіз. Бөтен адамның да, жақын адамның да әр пікіріне байланып қалмаңыз. Кім не айтты, кім күлді, кім қалай қарады, кім не деп жазды деген ойлардан арылыңыз. Тек әрекет етіңіз. Күн сайын кішкентай болса да бір қадам жасаңыз. Адамдардың пікірі сіз үшін жол бойындағы жай ғана шу сияқты болсын. Ол сізді тоқтатпасын, жолыңызды бөгемесін. Сонда сіз бұрын сезінбеген еркіндікке жетесіз. Сол еркіндік сіздің алдыңыздағы жаңа мүмкіндіктердің есігін ашады. Өйткені осы уақытқа дейін сіздің көп таңдауыңыз өз қалауыңызбен емес, басқалар не ойлайды деген қорқыныштан туған болуы мүмкін. Ал енді өз өміріңізді өзіңіз таңдай бастағанда, өз шешіміңізбен әрекет еткенде, өміріңіз ақыры өзіңдікі болады. Басқалардың үміті мен пікіріне қызмет ететін өмір емес, әрекет етіңіз. Себебі сіздің өміріңізді өзгертетін ең маңызды шешім өзіңізге сеніп алға жүру. Даму, өсу сабақтарын аламын десеңіздер, мен жабық тобыма сізді қосатын боламын. Сол жерде мықты, тегін білімдер алатын боласыздар.